Ыбырайымның келінін сынауы. Мағұл ер жеткен соң Ғамара атты қызға үйленеді. Бірде Ыбырайым пайғамбар келінін сынау үшін ұлының үйіне диуананың киімін киіп қонаққа келеді. Келіні қонақты көріп қабақшытады. Оған суып қалған шай береді. Дастарханы, ыдыс аяғы лас екен. Отыратын көрпені ауыстырып салмайды. Шай үстінде Ыбырайым: «Қызым, тұрмысың қалай?» деп сұрайды. Атасын танымаған келіні отбасындағы ұсақ-түйек ұрыстарды айта бастайды. Ерінің айыбын ашып, оны жамандайды. Ыбырайым кетіп бара жатып: «Еріңе сәлем айт, үйінің есігін ауыстырсын» дейді. Әкесінің сәлемін естігенде Смағұл: «Әкемнің көңілінен шықпаған екенсің» деп отыра кетті дейді. Смағұл бағын екінші рет сынамақ болып, Хәлә атты қызға үйленеді. Ыбырайым келінін сынау үшін тағы да диуана кейпінде қонаққа келеді. Хәлә құманға жылы су құйып, зыр жүгіріп қызмет қылады. Алдына барын тосады, астына қалың көрпе төсейді. Жүгі жинаулы, ыдыс аяғы мұнтаздай таза екен. Келіннің де қабағы ашық, көңілі жарқын екен. Шай үстінде пайғамбар: «Тұрмысың қалай, қызым?» дейді. Келіні: «Шүкір ата, жақсымыз» деп, ерінің жақсыны асырып, жаманын жасыруға тырысады. Оның иба ізетіне сүйсінген атасы: «Еріңе айт, үйдің есігін жақсы сақтасын» деп сәлем айтады. Бұл сәлемді естігенде Смағұл қуанып: «Әкемнің көңілінен шығыпсың. Атаңа жаққаның, Аллаға да жаққаның» деп риза болып отыра кетіпті.